осыны білмесең қызбен жүріп керегі жоқ. Жігіттер сұрап жатады, қыз мені жақсы көріп тұрса да кетіп қалуы мүмкін бе деп. Немесе әйеліңді, иә мүмкін, кетемін деп шешім қабылдап қойған адамды тоқтату ол оңай шаруа емес. Бірнеше уақытқа ғана сен оны ұстап тұра аласың. Бірақ кілт етсе, ол әйел де ол қызда не істейді? Қайтадан кетіп қалудың амалын жасайды. Мысалға сен бір маньяк, алқаш, наркоман, игроман, сенмен бір өмір сүру қиын болады да болашақта. Өйткені сен өзіңді ғана емес, түгел отбасыңды, оның ата-анасын, сен өзің ата-анаңды, қайын жұртыңды бәрін сен құрдымға тартып кетесің. Осындай жағдайды көрген қыз немесе сенің әйелің ол амалсыздықтан кетіп қалады. Барлық қолдан келген варианттарды саған ұсынды, жасады. Сен бірақ өзгеретін емессің да, сен сол қалпындасың. Енді болашақ бұлыңғыр не істейді? Сен инвалид болып ауырып жатқан жоқсың, сен қолдап жаңағыдай тәуелді өзіңді ауырып жасап алғансың. Вот осы кезде қыздың, әйелдің сенен кетіп қалуы ол өте дұрыс вариант, ол дұрыс шешім. Ал енді сен сап-сау жігітсің, жұмыс жасап жатсың, ал қыз ойдан шығарып, қазақта айтады ғой, түймедей нәрсені түйедей етіп, сылтау іздеп сенен кетіп қалудың бір барлық жолдарын, варианттарын қарап жасап жататын болса, сені кінәлайтын болса, өзінің кетіп қалуына, онда бұл ешқашан сені жақсы көрмеген деген сөзді. Бір адамдар бар, сөйлеп отырсаң ашық айтып отырады да, басында ұнайтын, сосын ұнамай қалды, жаңағы сол кезде бір шын ғашық болдым, қазір ондай сезім болмай қалды деген сияқты. Бұл деген адам ешқашан ешкімді сүйе алмайды деген сөзді. Сүйсе де ол белгілі уақытқа ғана деген сөз. Яғни осылай сөйлейтін адамдар, ол белгілі уақытқа ғана бір адам түседі. Демек, жігіттер де қыздар да бір-бірін тастап кете алады. Біреу амалдың жоғынан тастап кетеді, жоғарыда айтқандай жүрегі қанталап ауырып әрең кетеді. Ал біреу просто так махаббаттың лимиті бітті, осы жерде тоқтады, суыды, болды, енді кеттім деген әңгіме басталады. Сондықтан қыз бен жігіттің бірге болуының арты тек қана отбасы болып аяқталу керек. Басында тек отбасын ғана құрамын деген ниетпен, оймен басталу керек та, одан кейін одан басқа варианттың бәрі ол просто уақыт өткізу, жаңағыдай опыт алу, халява бір қыдырып ішу, жеке бір қажеттіліктерін жабу ғана болады. Сол үшін жігіттер, қызбен жүріп жүрсең или жүретін ойың болатын болса, бірінші ниетіңді дұрыста. Яғни мен мына қызбен сөйлесемін, бірақ тек қана менің мынандай белгілі бір критерийлеріме сай келетін болатын болса, болашақта семья болып кету шансы 99,9% деген ниет болу керек. Ал егер қазіргі қызың сені миды шіртіп, қыртып, бірде бар, бірде жоқ, саған бір условия қойып, өзінше білген жасап жүретін болса, и сен по-любому осы қызды алам, болмайды, басқасы керек емес десең, онда бауырым, отбасылық өмірде де тура сол ырың-жырың миды шірткен тіршіліктер мен әрекеттер жалғаса береді. Және ол күшейеді, өйткені бірге жатып, бірге тұрып, бірге тамақ ішіп отырған кезде, бірге жүрген кезде, одан сайын сендер бір-біріңнің нервтарыңа тие бастайсыңдар, бір-біріңнің. Енді осы жерде қыздардың бір өтірік жалған махаббатының бір көрсеткіштерінің бірі ол өтірік героизм дейді ғой. Мысалға, қыз сен үшін бір сондай бір керемет амал жасауы мүмкін, әрекетке баруы мүмкін. Басқа қалада болса, саған басқа қаладан келуі, өзінің бір принциптерінің жаңағыдай принциптерін бұзып бір әрекеттер жасауы, біз типа басқа жігітке жасамаған нәрселерді саған жасауы, саған айтуы. И бұл нәрселерді саған қара, мен сен үшін жасадым, бағасын бер, қадіріне жет дегенде үлкен бір подвиг қылып көрсетеді сенің алдыңда. Хотя бұл любой нормальный отношениеде болатын нәрселер болуы мүмкін. И ең сорақысы біздің жігіттер соған сеніп мәз болады ғой. Тура сол әрекетті басқа қатты бір ұнай қоймайтын бір қыз жасайтын болса оған, онда оны сен байқамай қаласың да. Ал саған ұнайтын қыз сен үшін өз қолымен кішкене ғана бір тамақ пісіріп әкелсе, сенің уже кришаң кетіп, ойбай, есің ауып, бітті, болды, мына қыз маған ғашық, менімен болады, мен махаббатым осы деп қуып кетесің да. Яғни қыз жоқ жерден бір саған айтқанда өзінің бағасын сенің алдында көтеріп жатыр да. Сенің ойыңша ол қыз анша-мұнша жігітке қарай бермейді. Оның мінезі қиын, бірақ маған келген кезде вот көрдіңдер ма? Жаңа қаладан келді деп жаңағыдай басқа бір әрекеттер жаса деп мәз боласың ғой. Сен өзіңді осындай положениеға, не істейсің? Ыңғайсыз положениеға қойып қоясың негізі. Өзің ұнатқан қыздың бір болмашы бір әрекетін вау деген бір қабылдап, осындай эффектпен қабылдап, сен үшін бір жылдап басқа қыздар екі есе артық әрекет жасауы мүмкін да саған. Енді что жасапты ғой, не болыпты, қыз ғой дегендей, бір ондай қыздарға жеңіл қарайсың да. Яғни сен өзің қате ойда, қате ниетте болғасын, сен қанша жерден жақсы қызды жолықтырып, онымен бақытты өмір былайша айтқанда сүре алмайсың да. Өйткені саған эмоция керек. Ал ол эмоцияны только жаңағыдай проблемный қыздар, жоқ жерден бәрін жасайтын қу, айлакер қыздар ғана бере алады. Сосын нормальный дұрыс қыздармен сен ешқашан бақытты бола алмайсың. Өйткені сенің назарың сондай бір ненормальный қыздардың, ал ең бастысы сол ненормальный қыздардың саған қарым-қатынасына сен былайша айтқанда толық ракурста қарай алмайсың да. Сен тек
проблемный қыздың саған беретін позитивті амалдарын ғана қарайсың да, оның миды теуіп жаңағыдай шірітетіндей бір керіс дұрыс емес әрекеттерін байқамай қаласың. И ол қу арам қызды сен өзің ақтап аласың. Консультацияда бізге жігіттер келген кезде көзін ашып тұрып бақырайтып көрсетесің де, мына қыз сенің құлағыңа лапшаны іліп жүр ғой, қарасай деп қанша жерден оны бүйтіп анықтап көрсетсең де, жоқ братан, ол деген маған өзі кезінде былай жазған, өзі былай айтқан, ол негізі басқа жігіттермен сөйлеспейді, ол олай жасамайды деп өзі сол қызға алданғысы келіп тұрады ғой, былайша айтқанда. Жігіттердің өзі солай алданғысы келіп, сол жігіт қызды қанша жерден ақтап алғысы келіп тұрады. И екінші жалған махаббаттың түрі ол қыз жақтан болатын сыйлықтар. Қыздар әдетте жігіттерге өте аз сыйлық береді. Қыздан сыйлық алып көрмеген жігіттер бар. Тіпті кофе әпер деп сұрай алмайтын, айта алмайтын да жігіттер бар қаншамасы. Бір жыл жүріп жүрсе де қызбен жігіт басымен, жігіт басымен қалай сұрайсың, қыздан кофе сұраған емес, қызға қалай айтасың, бірдеңе әпер деп жараспайды ғой жігітке деп өзі қатайып жүреді. Бірақ бір жыл бойына бір қызға жаңағыдай сол қыздың қарын тойдырып, соның жеке водителі болып, соның жеке кошелегі болып, соңында саусағын сорып, осындай бір джентльмен болып қалады. Бірақ сонда да қатайып жүреді. Жігітпіз ғой, қыз болғанда қызға беру керекпіз ғой деп. Бірақ бүгін кейде қыздар жақтан болатын сыйлықтар туралы айтамыз. Ол үлкен бір сыйлықтар емес, керісінше сол қалта көтеретін аз-маз бір көзге көрінетін бір майда шүйде сыйлықтары. Ондай сыйлық алмаған жігіттер не істейді мұндай кезде? Ондай сыйлықты көрген кезде, о, болды, бітті, қыз точно маған ғашық. Сыйлық берді ғой өйткені. Бұрын соңды қыз баласынан сыйлық алмаған, сыйлық ондай бермеген, сосын не істейді? Мынау бірінші қыз деп алып сыйлық берген қызды өзі ответка ол қызға екі еселеп сыйлық береді ғой, мә саған деп жаңа сезімін қайтару үшін да. Ал қыз сенен керегін алған соң сені тағы сол жаңағыдай саусағың сорып баласын бір күйді тастап кетеді. Қыз берген саған бір галстукты құшақтап немесе бір сағатты құшақтап соны ойлап қаласың да. Ал қыз енді не үшін сыйлық берді? Сені өзіне қарату үшін. Сосын сенен сол сыйлықты екі есе шығарып алу үшін, яғни берген инвестициясын қайтарып екі еселеп алу үшін да. И басқа қыздардан ерекшелену үшін. Бұл кезде де саған ұнау үшін емес, өзіне осы нәрсе ұнады, сол бағасын құнын көтерді. Яғни қыздар өзінің бағасын осылай құнын сенің алдында көтерді. Күнделікті тұрақты нормальный қарым-қатынаста болғаннан гөрі бір сыйлық беріп алдап қойып, сосын керегін алып жүруге қыздарда осындай жақсы вариант бар да. Бүгінге осы екі жалған түсінікпен видеоны тоқтатайық. Махаббат туралы оның бар жоғын, яғни қыз жақтан болатын махаббатты бар жоқ, немесе ол сені как вариант ретінде көріп жүр ме деген мәселелердің бәрін біз Тау адам деген курсымызда толық айтып аштық. Ол ақпараттарды білу үшін төмендегі WhatsApp нөміріне хабарласып, жазып, сол жерден толық ақпаратты ала аласың. Ал видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, өз пікіріңді білдіре кет.